Біздер бұйыртса Дават қаласына кетіп бара жатырмыз. Турмен. Турдың құны адам басына $45. Қаладан шыққанымызға жарты сағат болды. Мынандай әдемі жерге келіп таңғы ас ішіп отырмыз. Так, бірінші локацияға келіп тұрып отырып, бұйыртса мынау керамикадан салынған храм. Бұның ішіне де міндетті түрде жабық киіммен кіресің. Ішін түсіруге болмайды еді, бірақ пока бізге ешкім тиісіп жатқан жоқ, сондықтан мына жақта бөлмелер бар екен. Жиһаздар барлығы ағаштан жасалған. Можно обойти, да, тут? Ақыры кірдік, көп пәте бар шығынмен. Мына жағында да Будда бар екен. Жоқ, мына монах. Адамдар сыйынып отыр, ешкімге кедергі келтірмейді. Артымен айналып шығасың. Мына жағы да сол. Андай екен. Үшін адамдар сияқты. Көріне сол. Шаштарына дейін. Өзім жоғарға көтерілуге болады. Көріп кетейік. Оның барлығы керамика. Ненің ыдыстың әртүрлі бутылкалардың сынығынан жасалған барлығы. Atça. Ne var ekin? Merhaba. Hayır. İşte şu bit. Ủa cái này thôi. Hay rồi. Anh nghĩ cái này nhỉ? Đây là quay hưởng lại cái đây. Ăn ở đây nó. Так, храмнан шығып солға қарай жүргенде шағын базар. Батат. Көріп кетейік, мына жағында не бар екен. Массажерлар. Мынандай алтарлар барлық жерде бар. Мына жерде енді монахтың киімдері, қуырылған күріш сияқты бірдеңе. В общем, кілең жергілікті өнімдер.
артишок дейтін. Үшін денсаулыққа өте пайдалы нәрсе дейді, бірақ құдай біледі, көреміз қазір. Дұрыстап түсіндіріп отырса мүмкін аламыз. Мына артишок. Осы жерде өсіреді артишокты. Мына жағында туалет. Турмен жүргесін асықпай аралап алмайсың. Сосын мына жағында тағы бір башня бар, храм. Мұнара. Мына мүсін толықтай гүлден салынған, гүлден жасалған үлкен. Биіктігі жаңа дроннан түсірдім, дронмен көрсетерім. Мына жерде мынандай жігіттер тұр. Магазин, қорықпайтек. Не бар екен, мынаның барлығы мына керамика, әйнек. Ыдыстардың сынықтары, мына бутылка. Сондайлардан жасалған үшін. Так, мынау бірінші этаж. Үлкен қоңырау мұнда екен. 7,5 тонналық қоңырау мұнда. Бұны адамдарымыз өге армандарын жазады. Армандарын жазады да мынадан жабыстырады. Бәрі жазып жабыстырып қойған. Сосын мына қоңырауды соғады. Тек материальный арман жазбайды. Денсаулық сияқты сондай нәрселер тілеуге болады. Сосын қоңырауды соғады. Біз ешқандай арман жазбаймыз, бірақ Алладан тек қана тілейміз, бірақ қоңыраудың даусын көрейік. Так, дальше кеттік. Қоңыраудың артымен көтерілеміз. Лестница өте тар, бірақ ыңғайлы көтерілуге. Ойбай. Sorry, аяқ киім шешу керек екен. Ұрсып отыр. Мына жерге аяқ киім шешеміз, сосын кетеміз. Манақтан айқай естілдік. Ағылшынша айтып тұр манақ. Молодец. Так, мынау екінші этаж. Мына жерлері кітап. Тағы бір брат отыр мына жерде. Мына жерде тағы да бір Будда. Так, үшінші этажын көрейік. Так, біздің автобустың қозғалуына 6 минут қалды. Тез. Бұл неше, үшінші этаж. Мына жерде басқаша Будда. Тез көтеріліп қарап шығайық. Төртінші этажы. Мында да бір Будда бар. Бесінші этажын көрейік. Лестницалар өте тіке. Сосын тар. В принципе, бәрі бірдей сияқты. Мына жердің балкон кетіп қойды. Сыртынан жаңбырдың суы ішіне кіріп жатыр. Жарайтын болар. Чек. Так, мынау жаңа гүлден жасалған Будданың үлкендігі. Ар жағында енді ағаштан жасалған екен. Мүсіндер, мебель, мрамормен.
ағаштан жасалған гипопавлин. Әдемі өте. Оларға жемчуг сияқты бірдеңе тығып жүрген. Мына столдың ұзындығы енді. Мынаның барлығы тас. Натурально. Мұнда башқа ақшасын санап отыр. Бірақ та лотерея көп шығады, лотереяға көп сенеді екен. Вот уже ағаш. Мұздай тас. Тағы да Будда. Тағы да Будда. В общем, келіп көруге стоит. Мынау, например, мына тоже тастан жасалған, тастан ойылған мұздай кілең монахтар. Мынау заготовка сияқты, әлі пока ештеңе жасалмаған.